Ал мына құрметті Есентемір бауырлар, бүгін қараша айының 29 жұлдызы біздер таңертең сағат 9-да мен Көбеев Жәнібек Асылбекұлы, Құсайынов Сұңғат Каменұлы және Астана қаласынан келген бауырымыз, белгілі ғалым, мәтінтанушы, осы зерттеу жұмыстарына көп үлес қосып жүрген азамат Сайфолла Молдақанағатұлы үшеуміз бүгін ата қонысымыз Қарабау қасындағы 8 шақырым жердегі солтүстік шығысындағы Киікші қауымында отырмыз. Киікші қауымында қазір орында тек қана бір құлпытас қайқиып тұрған, қалған жермен жексен болып тұр. Сол сіздерден сүйінші сұрағанды жөн көріп тұрмыз. Атақты бабамыз Есентемірдің қалай берді осы кіші жүздің атақты батыры Мыңбай батырымыздың құлпытасы табылып, сол құлпытасты табуға көп еңбек сіңірген Сайфолла бауырымызға осы құлпытастағы жазуды өзі айтып берген жөн көріп тұрмыз. Есентемір Тағашы тайпасы Мыңбай Құлқара оғлы вафат 91 жасында 1808 бұны қойды оғлы, яғни баласы деген сөз ма? Оғлы Дарбай жігіт. Сосын мына жер таңба. Астында таңбасы бар, шаңырақтың белгісі бар. Ал енді құрметті ағайындар, шежіреде бойынша да Мыңбай атамыздың балдары Дәр жігіт деген бар екен, ер жігіт, ал мұнда Дарбай жігіт деген. Бұл енді құлпытас өте нақтыланды. Ал енді бәрімізге де құтты болсын, бабамыздың жатқан жері жайлы болсын. Таңбаны көрсетіп тұр. Шаңырақ бар астында. Сосын мына құлпытастың артында трещина берген жарық бар. Бұл енді мал сүйкеніп, мына жерлердің бәрін жылтыратып қойған. Бұл енді бұл құлпытасты жан-жағын қоршап, сыммен қоршап, мал сүйкенбейтіндей қылып жасауымыз керек. Қалғанын енді кездескенде айтармыз. Мына айналасы, мына Киікші қауымы деген осы. Ешқандай ештеңе жоқ, қазір бәрі жерге жексен болған.